Қазақстан мен ақш арасындағы экономикалық қатынастардың ұзақ тарихы бар. Ол 1992 жылы ақш Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған кезде басталды. Содан бері екі ел экономика мен сауда саласында тығыз байланыс орнатты. Бұл мақалада біз Қазақстан мен ақш арасындағы экономикалық қатынастардың негізгі аспектілерін қарастырамыз. Сауда. Қазақстан мен ақш тығыз сауда қатынастарына ие. Екі ел арасындағы сауда көлемі 2021 жылы 4,2 миллиард долларды құрады. Қазақстан ақшқа металдарды, мұнайды, уранды және басқа да тауарларды жеткізеді. Ал ақш Қазақстанға технологияларды, жабдықтарды, автомобильдерді және басқа тауарларды экспорттайды. Қазақстанда жұмыс істейтін ірі америкалық компаниялар Coca-Cola, General Electric және тағы басқаларды. Инвестициялар. ақш Қазақстандағы ірі инвесторлардың бірі болып табылады. Қазақстандағы ең ірі америкалық инвесторлар ол бізде General Electric және Conoco Phillips және тағы басқалары. Жалпы 1993 жылдан бастап ақш Қазақстан экономикасына 40 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Энергетика саласы. Қазақстан әлемдегі ең ірі мұнай және газ өндірушілердің бірі болып табылады. Ал ақш осы ресурстардың ең ірі тұтынушылардың бірі болып табылады. Осыған байланысты екі ел арасындағы энергетика саласындағы экономикалық қатынастар ерекше маңызға ие. Chevron және ExxonMobil сияқты мұнай газ өнеркәсібі саласындағы ірі американдық компаниялардың Қазақстан мұнай мен газ өндіруіне елеулі үлесі бар. Білім. Қазақстан мен ақш білім беру саласында тығыз байланысқа ие. Қазақстандық студенттер жоғары білім алу үшін ақшты белсенді таңдайды. Ал америкалық университеттер мен колледждер Қазақстанның университеттерімен және ғылым орталықтарымен белсенді ынтымақтасты. Бұл Қазақстанға білім мен ғылымның сапасын арттыруға, сондай-ақ студенттер мен зерттеушілердің ой өрісін кеңейтуге көмектеседі. Жоғары лауазымды тұлғалардың сапарлары. Жоғары лауазымды тұлғалардың сапарлары екі ел арасындағы экономикалық қатынастардың маңызды элементі болып табылады. 2019 жылы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және ақш президенті Дональд Трамппен Ақ үйде кездесті. Онда экономикалық ынтымақтастық және қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Қорытынды. Қазақстан мен ақш арасындағы экономикалық қатынастар дамуын жалғастыруда және қазіргі уақытта олардың одан әрі ынтымақтастық үшін үлкен әлеует бар. Сауда, инвестиция, энергетика және білім саласындағы тығыз байланыстар екі елге өздерінің экономикалық мүдделерін ілгерітуге және дипломатикалық қатынастарды нығайтуға мүмкіндік берді.